Сәлем достар, бүгін біз осы құрақтың тігілу жолын үйреніп шығамыз. Ол үшін бізге осындай екі түс мата қажет және астына ақшыт мата қажет. Мен осы ақшытты қолдандым. Менің матамның размері 23-23 сантиметр және дәл жаңағы видеодағыдай етіп сызғышпенен ортасын сызып центрін тауып аламыз. Бізге жаңа екі түс матаны тігіп шығамыз. Ең бірінші дәл ортасына осы ақ түс матаны қойдым. Ақ түс матаны екі бүктеп ортасынан төрт бұрыш етіп қиып аламыз. Осы қиып алған төрт бұрышымызды астындағы матамыздың дәл ортасына қойып сызықтарға бұрыштарын келтіреміз. Енді тігуге кірісеміз. Ең бірінші ақ матаның өзін бір тігіп аламыз. Одан кейін қызыл түс матамызды қоямыз. Осылай төгін төменге қаратып тігіп аламыз. Астындағы матамен бірдей етіп қиямыз. Астындағы ақ матамен. Одан кейін қарама қарсы екінші қатарымызды тігеміз. Яғни қарама қарсы бірдей мата қоямыз. Не осылай болады. Одан кейін екі жағына ақ матаны тігіп аламыз. Төгін төменге қарап тігуді ұмытпаймыз. Бұл ленталарымызды қалай құю керек, қалай сызып алу керек. 3 сантиметр етіп алдым дедім ғой. Соның бәрі алдындағы видеоларымда бар. Осылай қарама қарсы етіп қиып тігіп аламыз. Осылай шығады. Енді екінші қатарын манадағыдай етіп қызыл түс матаны қойып тігіп аламыз. Осылай реттік санмен тігіп кете береміз. Қарама қарсы тігеміз, бірақ бір-біріне 1-2 миллиметр аралықта тігеміз. Үстіндегі матаны лентамызды астындағы лентаменен бірдей етіп қойған кезімізде біздің құрағымыз тегіс шығатын болады. Астындағы ақ матаны қатты болу үшін, қатты тегіс болып шығу үшін қойдым. Сіздер басқа мата қойсаңыздар болады, бірақ осындай қатты мата болу керек. Трикотаж болмау керек. Міне осылай қарама қарсы бір-біріне тіккенде осы құрағымыз пайда болады. Ең оңай құрақтардың бірі бұл. Сондықтан ең бірінші осы құрақтардан тігіп қолдарыңызды үйретсеңіздер болады. Одан кейін күрделі құрақтарды тіге бересіз. Ең бірінші осы құрақтарды тіксеңіздер өте оңай, ыңғайлы. Бастапқыда қисық тігулеріңіз мүмкін, қолдарыңыз үйренгенше. Осылай әдемі құрақ пайда болады. Бұл ақ матаның, қызыл матаның орнынан басқа мата қойып тіксеңіздер де болады. Мен қазір екі түрлі мата қолдандым. Сіздер 2, 3, 4 түрлі мата қойып тіксеңіздер де болады орнына. 4 түрлі матадан тіксеңіздер де болады. Бастысы светтері, түстері бір-біріне үйлесімді болу керек. Соңғы қатарларын тігіп жатырмын. Өте әдемі, тегіс болып тігіліп жатыр.
осы бір құрақтың өзінен де бір көрпеше тігуге болады негізі. Түстерін, өнерлерін сәйкестендірсеңіздер, әдемі көрпеше пайда болады. Тек осы бір блоктың өзінен. Соңғы қатарларын тігіп жатырмын. Енді тігіп болғаннан кейін айналасын бір жүріп өтеміз. Одан кейін астындағы артық маталарды қиып аламыз. Астындағы ақ қышық матамызды шығып қалған жерлерін қиып алып тастаймыз. Осындай құрақ пайда болды. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, жазылуды ұмытпаңыздар.